Бүгінгі видеодан кейін сенің YouTube туралы көзқарасың өзгеруі мүмкін. Себебі дәл қазір YouTube'да жүздеген адам өз видеосын түсірмей-ақ миллиондаған қаралым жинап жүр. Ең қызығы, олардың көбі камераға шықпайды, қымбат техника қолданбайды, тіпті өздері түсірген кадрларды да пайдаланбайды. Бірақ олар бір үлкен қателікті жасамайды. Ал сол қателікті жаңадан бастағандардың 90% жасайды. Сосын неге менің каналым өспейді, неге монетизация ашылмайды, неге копирайт келеді деп таңғалады. Бүгін мен саған YouTube'да ең жылдам өсіп жатқан форматтардың бірін көрсетемін. Бұл форматтың қандай артықшылығы бар, неге бұл форматпен контент ешқашан таусылмайды, ең бастысы басқа адамдардың видеоларын заңды түрде қалай қолдануға болады. Осының бәрін қарапайым тілмен түсіндіремін. Егер осы видеоның соңына дейін көрсең, көп адамның айлап іздеп жүрген ақпаратын бір видеодан алып шығасың. Кеттік. Алдымен бір нәрсені түсініп алайық. YouTube'да кейбір форматтар бар. Біреу влог түсіреді, біреу сабақ түсіреді, біреу ойын ойнайды. Ал бүгін айтып отырған форматтың бір ерекшелігі бар. Бұл форматтың ішінде контент ешқашан бітпейді. Күн сайын жаңа тақырып шығып отырады. Бүгін саясат, ертең футбол, арғы күні кино, келесі күні шоу-бизнес. Бір күннен кейін технология, одан кейін де тағы басқа тақырып. Яғни сен бір ғана форматты үйреніп алсаң, кейін жүздеген нишада жұмыс істей аласың. Сол себепті дәл осы формат соңғы бірнеше жылда ең тез өсіп жатқан форматтардың біріне айналды. Бірақ көп адам осы жерде қателеседі. Енді көп адамның жіберетін бірінші қателігіне келейік. Бір күні YouTube'дан үлкен канал көреді, миллион қаралым, мыңдаған комментарий, жүздеген мың жазылушы. Сосын ойлайды, осылардың видеосын алып қазақша жасасам болды YouTube'қа. Міне, осы жерден бастап проблема басталады. Өйткені көп адам басқа адамның видеосын пайдалану дегенді көшіріп салу деп түсінеді. Бұл ең үлкен қателік. YouTube оған рұқсат бермейді. Тіпті сен өз даусыңмен сөйлесең де, тіпті өз жүзіңді көрсетсең де. Егер видеода жаңа құндылық болмаса, YouTube оны бәрібір қайта жүктелген контент деп қабылдайды. Сондықтан бүгін біз ең маңызды нәрсені үйренеміз. Басқа адамның видеосын қолдану мен басқа адамның видеосын көшіріп салудың айырмашылығы қандай? Осы айырмашылықты түсінсең ғана ұзақ мерзімде қауіпсіз канал құра аласың. Fair use деген не? Көп адам fair use деген нәрсені естіген, яғни әділ түрде қолдану. Бірақ көбісі оның нақты мағынасын түсінбейді. Fair use деген басқа адамның видеосын ала беруге болады деген сөз емес. Fair use деген сол видеоны пайдаланып, оған жаңа құндылық қосу. Мысалы, орманда үй салып жатқан видеоны көрдің делік, көп адам былай сөйлейді. Ағашты кесті, енді қаңқасын жасап жатыр, қазір шатырын жабады, міне үй дайын болды. Болды. Бұл жерде сен ештеңе қоспадың. Көрермен сенсіз ақ бәрін көріп отыр. Сен тек экранда болып жатқан нәрсені қайталап айтып тұрсың. Ал енді осының орнына былай сөйлеп көр. Көп адам байқамайды. Бірақ дәл осындай ағашты жаңбырлы маусымда кессе, бірнеше айдан кейін ішінен құрт түсіп, ағаш тез шіри бастайды. Немесе бұл үйдің ең әлсіз жері дәл осы бұрышы. Немесе егер дәл осылай жасасаңыз, ұзақ уақытқа шыдамайды. Көрдің бе айырмашылықты? Видео бұрынғы видео, бірақ ақпарат енді сенікі. Сен адамдарға жаңа білім беріп тұрсың. Міне, fair use деген осы. Жай комментарий жеткіліксіз. Тағы бір қате пікір бар, кейбір адамдар өз пікірімді айтсам болды деп ойлайды. Жоқ, кез келген пікір жеткіліксіз. Сенің пікірің адамдарға пайда беруі керек, жаңа ой беруі керек, жаңа ақпарат беруі керек. Немесе бұрын байқалмаған нәрсені көрсетуі керек. Сонда ғана сен шынымен авторға айналасың. Ал жай ғана меніңше дұрыс емес, меніңше жақсы, маған ұнады деген сөздердің ешқандай құндылығы жоқ. Сен видеоны емес, ақпаратты өзгертуің керек. Ақпаратқа өзіңнің тәжірибеңді, біліміңді, логикаңды, талдауыңды қосуың керек. Сонда ғана көрермен сен үшін келеді. Енді мына жерде өте маңызды достар, шортс пен ұзын видеоны ешқашан бірдей көрмеңдер. Көп адам шортста жұмыс істеген тәсілді ұзын видеода да қолданады. Міне проблема осы жерде басталады. Ұзын видео деген оқиға, ұзын видео деген көрерменмен әңгіме, ұзын видео деген сенің ойың. Ал кейбір адамдар не істейді? Басқа адамның 10-15 минуттық видеосын алады, үстінен сөйлеп шығады. Сосын мен комментарий қостым ғой дейді. Жоқ, бұл жеткіліксіз. Егер 10 минут бойы бір адамның видеосын көрсетіп, үстінен сөйлеп шықсаң, YouTube оны жаңа контент деп қабылдамауы да мүмкін. Өйткені бұл бүкіл видеоны сол адамның еңбегі алып тұр. Ал сен тек түсіндіріп тұрсың. Сондықтан ұзын видеода басқа принцип жұмыс істейді. Мысалға, мен қалай жасайтын едім? Мен әлемдегі ең қауіпті көпірлер деген видеоны түсіргім келді делік. Не істеймін? Мен барып бір ғана адамның видеосын алмаймын. Әлемнің әр түрлі жерінен ондаған түрлі кадр жинаймын.
бір жерден көпірдің видеосын аламын, бір жерден басқа жердің картасын аламын, тағы бір жерден статистика аламын, басқа жерден фотосын аламын, кейбір жерін өзім анимациямен көрсетемін, кейбір жеріне инфографика қосамын. Ал бүкіл оқиғаны менің мәтінім алып жүреді. Яғни көрермен видеоны кадр үшін емес, маған бола қарайды. Мен не айтып жатырмын, қандай ақпарат беріп жатырмын, қандай қызықты факт айтылады, соны күтіп отырады. Міне бренд канал деген осы. Видеоның мақсаты кадр емес. Көп адам керісінше ойлайды. Күшті кадр тапсам болды, 4К видео тапсам болды, сапалы видео болса болды, қаралады. Жоқ, көрермен видеоны кадр үшін емес, оқиға үшін қарайды. Сен бірдей кадрды 1000 адамға бер, біреуінен миллион қаралым шығады, біреуінен 1000 қаралым да шықпайды. Неге? Кадр бірдей ғой. Айырмашылық қайда? Айырмашылық мәтінде. Айырмашылық оқиғаны жеткізуде. Айырмашылық адамды қызықтыра білуде. Сондықтан мен әрқашан айтам, кадр табуға емес, мәтін жазуға уақыт жұмсаңдар. Өйткені мықты сценарий кез келген видеоны қызықты өте алады, қызықты ете алады. Ал әлсіз сценарийді Голливуд камерасы да құтқара алмайды. Осындай каналдардың тағы бір үлкен артықшылығы, маған ең ұнайтын жері осы. Бұл форматта контент ешқашан таусылмайды. Мысалы, бүгін әлемде, бір ай бұрын, мысалы, футбол әлем матчы өтті, футболдың матчы өтті. Контент дайын. Ертең технология шықты, тағы да контент дайын. Ар күні саясат, үлкен жаңалық болды, тағы да контент дайын. Келесі күні жаңа фильм шықты, тағы да дайын. Бір күнде жүздеген тақырып пайда болады. Сол себепті бұл форматта жүрген адамдар ешқашан видеоның идеясы жоқ деп айтпайды. Керісінше қайсысын түсірем екен деп үлгермей жатады. Бұл осы форматтың ең үлкен артықшылықтарының бірі. Бірақ дәл осы жерде адамдар күйіп кетеді. Енді өте маңызды нәрсе, контент көп екен деп бәріне жүгірме. Бәріне енді бүгін саясат, ертең кино, ары күні футбол, келесі күн тарих, одан кейін психология, олай болмайды. YouTube'қа да көрерменге де сенің кім екенің түсініксіз болып қалады. Сен бір бағыт таңда. Сол бағыттың ішінде ғана жұмыс істе. Кейін кеңейтуге болады. Бірақ бірінші кезеңде аудитория сенің кім екеніңді нақты түсінуі керек. Мысалы, егер сен тарих каналын жүргізсең, тарихтың ішінде жүздеген тақырып бар. Соғыс, империялар, қару-жарақ, ұлы тұлғалар, жоғалған қалалар, құпия оқиғалар, міне. Осының өзінен бірнеше жылдық контент шығады. Сондықтан бір ғана нишаның ішінде брендке айналуға тырыс. Содан кейін кеңейту әлде қайда оңай болады. Осындай каналдардың ең үлкен артықшылығы, бірақ осы форматтың маған ең ұнайтын жері мүлде басқа. Ол масштаб. Көп адам YouTube'ты бір ғана канал деп ойлайды. Бір канал ашамын, сол канал өссе болды. Жоқ, достар. Нағыз брендтер ешқашан бір каналмен жұмыс істемейді. Бір жүйені үйреніп алғаннан кейін сол жүйені бірнеше нишада қолданады. Мысалы, сен осы форматты меңгердің делік, бірінші канал тарих, екінші канал спорт, үшінші канал технология, төртінші канал әлемдегі қызықты оқиғалар, бесіншісі психология. Қарап тұрсаң бәрі әртүрлі сияқты. Бірақ жұмыс принципі бірдей. Сценарий жазасың, оқиға айтасың, сол әңгімені дәлелдейтін кадрлар қолданасың. Болды. Сол себепті бұл форматты үйренген адам бір ғана канал жасамайды. Бір жүйені үйренеді, ал жүйені үйренген адам кез келген нишада жұмыс істей алады. Міне айырмашылық осы жерде. Бірақ көшірме жасасаң, бәрібір өспейсің. Осы жерде тағы бір маңызды нәрсе бар. Қазір көп адам не істейді? Мен көрсеткен каналдарды көреді, ертең дәл сондай канал ашады. Сол обложка, сол тақырып, сол монтаж, тіпті сол мәтін. Сосын таң қалады. Неге менікі қаралмайды? Өйткені YouTube'қа сенің көшірмен керек емес. Көрерменге де көшірме керек емес. Егер дәл сондай видеоны көрерменнің көргісі келетін болса, ол баратта оригинал каналды қарайды. Саған не үшін келеді? Сен басқа нәрсе ұсынғаның үшін келеді. Сен басқа нәрсе түсіндіргенің үшін келеді. Сен басқаша ой айтқаның үшін келеді. Сен басқа қырынан көрсеткенің үшін келеді. Сол себепті мен үнемі айтам, идеяны алуға болады, форматты алуға болады, құрылымды алуға болады. Бірақ ешқашан видеоны көшірме. Өзіңнің көзқарасыңды қос, өзіңнің тәжірибеңді қос, өзіңнің анализіңді қос. Сонда ғана адамдар сені есте сақтай бастайды. Мен саған бір кеңес берейін. Егер шынымен осындай канал ашқың келсе, бүгін бір видео түсіруге асықпа. Алдымен отырып зерттеу жаса. Өзіңе ұнайтын 20 канал тап. Біреуін емес, 20-сын. Сосын олардың барлығын қарап шық. Қандай тақырыптар жұмыс істеп жатыр, қандай обложка қолданады, қандай сөздермен бастайды, көрерменді қанша секунд сайын ұстап қалады, монтаж қалай жасалған, дауысы қандай, хук қалай жазылған, CTA қалай аяқталады. Осының бәрін дәптерге жазып шық. Сен бір апта бойы осылай талдау жасасаң, көп адамның бір жылда түсінбейтін нәрсесін түсінесің. Өйткені табысты каналдар кездейсоқ өспейді. Олардың әрбір тақырыбының, әрбір обложкасының, әрбір сөйлемінің артында стратегия жатады. Сен де дәл солай қарауды үйрен.
контентті көрермен ретінде емес, автор ретінде қара. Сол кезде YouTube'қа деген көзқарасың түбегейлі өзгереді. Қорытындылайық, бүгінгі видеодан бір ғана нәрсені есте сақта, көп адам YouTube'та басқа адамның видеосын қолдануға болмайды деп ойлайды. Жоқ, болады. Бірақ сен видеоны емес, құндылық жасауың керек. Кадр жай ғана құрал. Ал көрермен сенің ойың үшін келеді. Сенің тарихың үшін келеді, сенің талдауың үшін келеді, сенің көзқарасың үшін келеді. Егер осыны түсінсең, сен тек бір канал емес, бірнеше бренд канал құра аласың. Ең бастысы, ешқашан оңай жол іздеме. Көшіріп табыс тапқың келсе, ұзаққа бармайсың. Ал адамдарға жаңа құндылық бере алсаң, YouTube сені өзақ өсіреді. Қорытындылар, егер бүгінгі видеодан өзіңе пайдалы бір ғана ақпарат алсаң, онда видеоны лайк басып кет, ал комментарийға міндетті түрде мыналарды бірінші жаз. Сен қандай нишаны, қандай канал ашқың келеді? Тарих па, спорт па, технология ма, әлде мүлде басқа бағыт па? Келесі видеода мен саған дәл осы форматпен жұмыс істейтін, бүгінде миллиондаған қаралым жинап жатқан бірнеше каналды бірге талдап көрсетемін. Олардың неге өсіп жатқан, қандай стратегия қолданатынын кезең-кезеңмен түсіндірем. Сондықтан арнаға жазылуды ұмытпа. Келесі видеода кездескенше, Мәке блог YouTube'да дамудың жолын көрсететін арна.